Білем достар, бүгін біз осындай шошникті пісіретін боламыз. Өте дәмді, лайк, подписка бәрін аямай басыңыздар. Кеттік! Керек өнімдер ол ұн, сливочное масло, разрешитель, қаймақ, ине, қант, ине, жұмыртқа. Ал біз бастайтын боламыз. Достар, біз бірінші ұнды жақсылап жайнап қосылатын боламыз. Енді соның үстіне разрешителімізді қосатын боламыз. Ішіне майымызды қосамыз. Қантымызды қосатын боламыз. Қаймағымызды қосамыз. 2 столовый ложка саламыз. Және біз жұмыртқамызды қосамыз. Қасықтарымыз тұрып болғаннан кейін қолымызбен араластырамыз. Тұрып хамырымызды жұмсақ қылып ететін боламыз. Сызатса ұн қосшығы болады. Осындай жұмсақ әдемі қамыр шығу керек. Билеп болғаннан кейін домалақ формаға келтіріп, оны пакетке 20-15 минутқа холодильникке салып қоямыз. Біз салмасына келдік. Бізге оған не қосамыз? Бірінші біз ұнымызбен қант бірге араласқан, сол екеуін бірге қосамыз. Екінші жұмыртқаның ішіндегі сарысын қосамыз, және қаймақ бір қасық қосатын боламыз. Бірінші біз ұнымызды қантты араластырдық, соны қосатын боламыз. Біз жұмыртқамыздың латок ішіндегі сарысын қосамыз. Және бір қасық қаймағымызды қосатын боламыз. Миксерімізге жақсылап араластыратын боламыз. Біз осылай әдемілеп миксерге араластырып болғаннан кейін жақсылап қасықпен бір араластырып алатын боламыз. Томаттен шығарып, рулет сияқты формаға келтіріп кесетін боламыз. Формаға келтіріп болғаннан кейін бөліктерге бөлеміз. Кесіп болғаннан кейін дөңгелекте бұлай тас-тақтарлап қойып қоятын боламыз. Қамырды алып, жақсылап жаятын боламыз. Миллиметр болу керек. Қасық салып, жақсылап түйеміз. Кішетін жақсылап тұрып басатын боламыз. Жақсылап саламыз. Және екіншісін істейтін боламыз. Үстіне жұмыртқамызды жағатын боламыз. Атқанша пешімізді жақсылап қосып қоятын боламыз. Мінекей достарым, менің шошниктарым да пісіп қалды. Оның бетіне біз сахни пудра себетін боламыз. Осындай жып-жұмсақ шошниктарымыз шықты. Өте жып-жұмсақ, свежий, дәмді. Bizim шошниктарымыз дайын достар. Сіздер аямай лайк, подпискаларыңызды басып кетіңіздер. Бәріңізге сау болыңыздар.